Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге тез арада дайын болатын дәмді және пайдалы салатты қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Салатқа қажетті азық-түліктердің барлығын мөлшерімен төмендегі описаниеге қалдырамын. Айта кететін жайт, салат 3 адамға арналған. Егер одан да көп дайындайтын болсаңыздар, төмендегі описаниеге қарап, керекті азық-түліктерді көбейтіп аласыздар. Ең алдымен піскен етімізді майдалап турап аламыз. Келесі кезекте қиярымызды, сосын қызанағымызды турап аламыз. Бұл салат өте дәмді, сіздер де дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Келесі кезекте жұмыртқамызға аздаған тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға май жағып, 2 жұмыртқадан 2 құймақ пісіріп аламыз. Құймақ пісіп болғаннан кейін оны суытып қою керек. Салатқа негізі піскен жұмыртқа қосса да болады, бірақ піскен жұмыртқаға қарағанда құймақты қосқан салаттың ерекше дәмін келтіреді. Егер видеом ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, және де жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Суыған құймағымызды әдемілеп майдалап турап аламыз. Барлығын турап дайындап қойғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Ең соңында дәмін кіргізу үшін майдалап аз-көп тураймыз. Және майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз күнделікті дастарханның да, мерекелік дастарханның да көркін ашары сөзсіз. Міне салатымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.